Саламатсыздар ма? Бүгін мен сіздермен жұмсақ сандықтың тігілу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен жұмсақ сандықты тігу үшін маталарды қиып аламыз. Менде велюр матасы, матасын ұзындығы 3 метр, ені 1 метр қылып, 2 бөлікпен қиып алдым. Және ортасына кәдімгі бөз матасын дәл сондай размерде қиып алдым. Мінекей, қазір мына бөз матасын 2 матаның ортасына қойып, бетке ақ болып тұрған паутинкамен үтіктеп жабыстырып шығамыз. Және асты мен үстіне жұмсақ сандықтың астыңғы бөлігі және үстіңгі бөлігіне осындай қылып ені 50-де 100 қылып 2 бөлігін қиып алдым. Мынау астыңғы бөлігі, мынау үстіңгі бөлігі. Қазір бұны да паутинкамен жабыстырып шығатын боламыз. Мына жерге паутинка төсейміз және мына жерге паутинка төсеп, осы 3 қабат матамызды жабыстырып шығатын боламыз. Мінекей, жұмсақ сандығымыздың бөліктерін бір-біріне жабыстырып алдық. Қазір сіздерге көрсетейін. Міне, астыңғы бөлік паутинка, мынау кәдімгі бөз матасы, паутинка және мата, велюр матасын қойдым. Енді бөліктері біздің жұмсақ сандығымыз 50-ге 100 болады, биіктігі де 100 болады. Енді мен жұмсақ сандықтың бетіне мынандай қылып сабынмен ұзын сызықтар сызып шықтым. Қазір бұларды машинкамен ұзынына жүргізіп тігіп шығатын боламын. Сонымен қатар жұмсақ сандығымыздың асты мен беткі қабаты да дайын. Беткі қабаты да асты да дәл осындай болады. Егер сіздер құр велюр матасынан тігетін болсаңыздар, ол өте бос болып қалып, жүктеріңізді көтерген кезде жұмсақ сандық дұрыс тұрмайды және жыртылып кетуі мүмкін. Ал енді осыны осылай жабыстырып тұрып 3 қабаттап істесеңіздер, жұмсақ сандықтарыңыз өте мықты болады. Мына бөз матаның орнына фетр матасын қолдансаңыздар да болады, бірақ сіздерде кішкентай машинка болса, дұрысы осындай бөз немесе басқа да маталарды қойсаңыз болады. Енді паутинка ашылып кетпеу үшін мына жерден осындай сызықтармен жүргізіп шығатын боламыз. Үтіктеген кезде велюр матасын абайлаңыздар, менде кішкене осы жері, емінің осы жері кішкене жаман болып қалды. Міне қараңыздар, мен манағы сызған сызықтарымды тіке жүргізіп шықтым, мынау астыңғы жағы. Енді қазір біз мынаны белгілеп алатын боламыз. Біздің сандығымыздың алдыңғы бетін, екі жерінен меткі қойып белгілеп аламыз. Мына жағынан және мына жағынан. Содан соң екі шетін біріктіріп, мына шеті мен мына шетін біріктіріп тігіп алатын боламыз. Міне біз мына ұзын матамыздың 2 шетін біріктіріп алдық. Ұзынына тігіп алдық. Енді мына сырттарына қойған меткаларымызға қарап, мына астын тігетін боламыз. Астын айналдырып тігіп шығамыз. Мына меткалармен біріктіріп отырып. Мінекей, жаңағы меткамыздың дәл жанына 4 бұрышты астын, мінекей, бір шетін қойып алдық. Қазір алдын осылай тігіп шығамыз. Мінекей, біз машинкамен біз осы жұмсақ сандығымыздың астыңғы бөлігін тігіп шықтық, айналдыра. Бірінші тіккен кезде ең бірінші жұмсақ сандықтың алдыңғы жағын тігіп алыңыздар, себебі алдыңғы жағы ешқандай
қыртыссыз әдемі шығу керек. Сондықтан бірінші алдыңғы жағын, содан соң екі шетін тігіңіздер. Содан кейін барып артқы бөлігін тіксеңіздер болады. Енді бұрыштарында осындай кейде артық жерлері қалып қоюы мүмкін. Осы жерлерін қиып алып тастасаңыздар болады. Қазір енді келесі жұмысымыз біздің мына жұмсақ сандыққа аузына замок саламыз. Замок салмастан бұрын мына артқы бөлігіне, мына бізде тігіс түскен артқы бөлігіне жұмсақ сандығымыздың беткі жағын тігіп алатын боламыз. Содан соң айналдырып замогымызды, екі жаққа ашылатын замогымызды тігіп шығатын боламыз. Ал міне біздің жұмсақ сандығымыздың 95% жұмысы бітті деуге болады. Біз замогымызды орнатып алдық. Замок тігу үшін ең алдымен мына бөлігін, артқы бөлігін біріктіріп, мына матамызды үстіңгі бөлігін біріктіріп тігіп алуымыз керек. Одан соң барып замоктарымызды орналастырып тігеміз. Менде бұл жердегі замок 100 сантиметрлік, яғни 1 метрлік замок. Мына жағы 50, мына жағы 50. 100 сантиметрлік, 1 метрлік замоктан мен 2 штугын алып, екі шетіне қойдым. Сандығымыз мінекей екі жағына ашылады. Бұл өте ыңғайлы. Жұмыстарды жасағанда өте ыңғайлы болады. Енді біз жұмсақ сандықты көтерген кезде шетіне тұтқа керек болады. Сол тұтқаны тігуіміз керек. Сонда толығымен жұмсақ сандығымыз дайын болады. Ал мінекей қыздар, біздің жұмсақ сандығымыз дайын болды. Мінекей тұтқасын жасадық, тұтқасын тіктік. Тұтқасын дәл осылай мына жері қандай қаппен болса, тұтқасы да дәл сондай қаппен. Мінекей көтеруге ыңғайлы, өте жақсы. Біздің жұмысымыз осымен аяқталды. Егер менің жұмысым сіздерге түсіндіргенім ұнаса, лайк басып қолдап кетіңіздер. Каналды енді бастап жатырмын. Егер бірдеңе түсініксіз болса, комментарийға жазсаңыздар, сұрақтарыңызға жауап беремін. Келесі жолы бұдан да жақсы сапалы видеоларды түсірем деген ойдамын.